Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін біз сіздермен бір осындай керемет бір сіздің кейіннің есебін шығаратын боламыз оқушылар. Ал бастап көрейік. Енді оқушылар, жалпы есепке қарайтын болсақ, мынау күрделі радикалға келіп тұр, иә? Енді күрделі радикал деген түбірдің ішінде түбір тұратын нәрсе ғой. Оны бәріміз білеміз, ол былай. Мынандай нәрсе. Мысалы мен бүйтіп айтсам, түбір астында, мысалы не деп айтайын? 7 қосылған 2 түбір асты 12 болса, оны қалай ықшамдасам болады оқушылар мынаны? Ең бірінші кезекте мына түбірдің ішіндегі түбірдің алды 2-ге тең болып тұру керек, дұрыс па оқушылар? Так, енді мына 7 деп отқаным ол 4 пен 3-тің қосындысы, дәл осы 4 пен 3-тің көбейтіндісі мына 12-ні береді екен. Сонда бұл түбір асты 4, арасы плюс, демек қосылған түбір асты екінші саным ол 3 болды. Түбір асты 3. Ал бұл сонда тең болады 2 қосылған түбір асты 3-ке екен оқушылар. Енді так, мынаны дәл сондай логикаға келтірсек бола ма? Мына 5 дегеннің 3 пен 2-нің қосындысы, ал мына 6 дегеннің 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Сонда бұл бізде жақшаның ішінде түбір асты 3 қосылған түбір асты 2-нің мына x дәрежесі болады. Қосылған, ал екінші түбірдің екінші жақшаң ол мынау 5 дегенің ол 3 пен 2-нің қосындысы, ал мына 6 деп отқаның ол 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Сонда бұл түбір асты 3, арасында таңба кім? Арасында таңба минус, демек азайтылған түбір асты 2 екен. Осының x дәрежесі тең 10-ға. Енді оқушылар біз жалпы алдыңғы видеоларда бір есепті айттық. Иррационалдықтан құтылу деген нәрсе бар дедік қой. Бірақ өзі иррационалдықтан құтылып тұрған нәрсені қайттан иррационалдыққа бару деген нәрсе де бар екен да. Ол қалай? Ол мынандай нәрсе екен. Мысалы, мына түбір асты 3 минус түбір асты 2 деген нәрсе бар ғой. Ол өзі әдемі болып тұр, бөлімінде ештеңе түбір, ештеңе жоқ. Өзі иррационалдықтан құтылған күйінде тұр. Бірақ осыны апарып мен өзім иррационалдыққа қайттан апарам ғой. Түбір асты 3 плюс түбір асты 2-ден берем, өйткені нар жер минус қой. Так, бөлімінде де осы түбір асты 3 плюс түбір асты 2-ні береді екенмін. Сонда бізде бөлімі өзі қала береді, таптыныш түбір асты 3 плюс түбір асты 2. Ал алыма түбір асты минус түбір асты 2 мен түбір асты 3 плюс түбір асты 2-ні көбейтетін болсаң, ол қалай болады оқушылар? Ол мынау а минус па, ал мынау а плюс болады екен. Ол деп отқаның а квадратың ол 3, азайтылған б квадрат ол 2. Демек ол бізде 1 бөлінген түбір астында 3 қосылған түбір астында 2 болады екен оқушылар. Болды. Демек мына екінші жақшаның іші түбір асты 1 бөлінген түбір асты 3 плюс түбір асты 2 болады екен ғой оқушылар. Так, сонда бұл тең мынау бірінші жақшаң тұра берсін түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің x дәрежесі. Ал оған қосатын екінші жақшаң 1 бөлу түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің x дәрежесі болады екен. Ол тең 10-ға. Так, енді қараңыздар оқушылар. Осында бір керемет түрге келді. Мынау да плюс, мынау да плюс, Демек жаңа айнымалыға кеп тұр ғой мынау, Демек, мына түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің x дәрежесін а дейтін болсам, мынау 1 бөлінген түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің x дәрежесі ол 1 бөлінген а бола ма? Так, мынау бізде 1 бөлінген а. Так, сонда мынау а, оған қосасың мына біреу 1 бөлінген а, ол тең 10. Так, мынаған адан беретін болсаң, сонда а квадрат плюс 1 бөлінген а тең 10. Мұны а мынаға көбейтетін болсаң, сонда а квадрат қосылған 1 тең 10-а. Енді 10-ны оң жаққа минус қойып жіберетін болсаң, а квадрат азайтылған 10-а плюс 1 тең 0 болады екен. Так, бұның дискриминант тең болады оқушылар. Так, 100 азайтылған 4 ол 96. Сонда а тең 10 плюс минус түбір асты 96 деген ол 4 түбір асты 6 бөлінген 2а деген ол бөлінген 2 екен. Сонда бұдан біздегі 2 жауап шығады. Біріншісі 5 плюс 2 түбір асты 6, екіншісі 5 минус 2 түбір асты 6 екен оқушылар. Дұрыс па? Дұрыс. Енді бұл аның мәні ғой оқушылар, дұрыс па? Бұл ненің мәні бұл? Бұл аның мәні екен. Ал а деп отқаның не еді? Мынау ғой. Сонда бірінші аның мәні жаңа 5 қосылған 2 түбір асты 6 тең болды. Ал екінші аның мәні 5 азайтылған 2 түбір асты 6-ға тең болды. Сонда а деп отқан анау болды жаңа. Түбір асты 3 қосылған түбір асты 2-нің x дәрежесі. Ал ол тең. Оқушылар енді қыс басатынарда қараңыздар. Мынау 5 қосу 2 түбір асты 6. Пока осы жазып қоя тұрайын, 5 қосылған 2 түбір асты 6. Так, енді бұны қалай қыламын оқушылар? Мынау түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің x дәрежесі. Ал оқушылар мына жерге қызық. Мына 5 плюс 2 түбір асты 6 деп отқаның битсем бола ма? Түбір асты 3 плюс түбір асты 2-нің
2 дәрежеден. Қалай? Жақшаны ашып көрсеңіздер оқушылар, көздеріңіз жетеді мынаның дұрыс екендігіне ше. Жақшаны ашып квадраттап көретін болсаңыздар ше. Сонда түбірас 3 пен түбірас плюс 2 мен түбірас 3 плюс түбірас 2 қысқарады да x тең 2 қалады екен ғой. Бірінші жауабың x тең 2 екен. Келесі екінші а деп отқан ол түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің x дәрежесі, ол тең болады 5 азайтылған 2 түбірасты 6-ға. Так, сонда мынау түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің x дәрежесі тең. Мына жаңа 5 плюс 2 түбірасты 6 деген ол. Түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің квадраты болса, мынау 5 минус 2 түбірасты 6 деп отқаның ол түбірасты 3 минус түбірасты 2-нің x емес 2 дәрежесі екен оқушылар. Дұрыс па оқушылар мынау? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс, иә? Енді жаңа біз айттық оқушылар, жаңа айттық. Мына түбірасты 3 минус түбірасты 2 дегенді кім деп алам дедім жаңа? Мынау біреуге тең болды ғой. Так, мына біреу мынаған тең болды, дұрыс па? Так, бұны енді бүйтсем болады. Мынау түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің x дәрежесі тең, ал мына біреу 1 бөлінген түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің кімі? Квадрат болып тұр екен оқушылар. Так, дұрыс қой. Енді мынау бөлімде тұрған нәрсеге көбейтіліп барады. Сонда түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің x дәрежесіне көбейтесіз түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің 2 дәрежесін, ол тең 1-ге. Так, мына арасы көбейтіліп тұрса, дәрежелер қосылады x пен 2. Сонда түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің x қосылған 2 дәрежесі тең 1-ге. Е, 1-ге ғой. 1 дегенде давайте бүйтіп жазайын. Түбірасты 3 плюс түбірасты 2-нің 0 дәрежесі бізде. Сонда мына екеуі қысқаратын болса, x плюс 2 тең 0, сонда x-ің тең минус 2 болады екен. Демек, менің жауаптарым 2 және минус 2 болады екен оқушылар. Оқушылар, есеп ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып, қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.